Мен Егенбаев Кенелбек, Қызылорда қаласының тұрғынымын. Осында 2002 жылы Кенайол деген компания құрып, 2004-те аукционнан, тендерден өзім алдым. Сонан 2004-тен бастап өзі рабочий программасы жұмыстарын жүргізіп, келіп жақсы мұнайын шығарып, мұнайын қазып, сөйтіп жатқам. Сол кезде 2012-де осындай Қызылорданың бір жігіті, осы комитет геологын Қалберген Шақизат деген осындай Сейтхан Сабыр деген осы Қызыл Тәуекелович 1971 жылғы деймін, 70 жылы. Соны алып келіп осындай облыстың депутаты деп осындай несі ақшасы бар деп әкелді. Инвестор ретінде алып келді. Инвестор осы ақша салады, сен жұмысың ары қарай жүргізеді деді. Сонан сатып алады деді әуелі доленді. Сонан 50%-ім жоқ, 30% маған жетеді. Мен сомнительный болды, 30-ны шырамадым. Алсам полностью 30-ны саттық. Онан договор жасап бәрін алдық, 30-ға кірді. Кейіннен ақшаны қайтып ала бастаған жағдайларын естім. Сол кезде инвестиционный договор қайттан ішінен алып жатыр. Потому что финансовый директор сол жақтан қойды. Тағы директор мен жағынан қойды. Ол финанс жағын білмейтін жігіт, производство білетін. Сақтап қабит дегенде. Сөйтіп 2014-те баға түсті, не түсті, әйтеуір біраз жағдайлар болды. Бірақ бәрін өзім жүргізіп, одан қайран болған жоқ. 19-ға дейін кризисный положение болды. В общем, кредиторлар көп болды. Қаздық, нағылдық шығарып, мұнай шығарып, жақсы жүріп жатқан кезде 19-да тағы келді жаңа Сейтхан. Сосын мен айттым, мұнай шығып тұр, сен анау жаңағы 1 миллион, 2 миллион доллар жағын кер жоқ. Ондай нағыма дедім. 30 миллионға ал дедім. Хорошо деді, 30 миллион долларға аламын деді. Енді потому что әрі қарай салатын ақша керек қой. Сөйтіп жүргізіп келген кезінде білмеймін, печатты бәрін алды да, 50 болғаннан кейін бәрін алды да, одан кейін маған ешқандай құжат жоқ, финансовый отчетын жоқ, жаңағы финансовый директор білгенін істеп, қазіргі таңда мені лақтырып отыр. Чисті лақтырып отыр. Сол кезде директорге мен өзім балам деген мені қоймады. Анау кім дегенде, Назаров Ербол дегенде келді, ол болып тұрған кезінде бұрын өздерінің фирмаларында қарыз болған ба, жаңағы финансовый полиция біздің общий не қылды, істеді. Соның үшін финансовый не келіп, біздің бухгалтерлерімізді бәрін компьютерімізді отпечатать етті. Содан кейін мынауың болмайды дегеннен кейін Шиғанбаев Рүстем деген жігіт еді. Бұның кім демем, бұл Қызылорданың облыс соттың председателі Шиғанбаев Әділханның туғанысы бізге ешқандай не келмейді деді. Не келмейді де, бәрі дұрыс қой, жұмыс істемеймін. Жоқ, осы вопросы осы тұрған, осы болу керек деді. Сосын жаңағы жігітпен былай не көріп шамалы. Производстводан білетін бітім. Ешқандай бұрын бұны руководитель болып істемеген екен. Сосын отказ бердім. Сонан печат қолдарында өздері қалған білген істеп, осы қазіргі таңда маған алаңсыз, айлық жоқ, не жоқ. Ана 14-ке дейін өзін туған туысқаннан алған ақшаларды жаңағы организацияға қарыз есебінде берді маған. Кейін нағыламыз. Мынау қалай мен? Мынау возвратный деньги болып тұрдым. Жоқ, ананы қайтарып беріңіз, өзімізге қой деді. Сөйтіп аяғында реабилитацияға шығарды. Оған қарсылық білдірдім. Ешқандай фирманың ондай шлей қарыз жоқ түгіл. Бір айда жауып тастайтын өзінің добычасымен. Потому что 300 миллионнан әрі бері түсіпті сол кезде, 2019-дарда. Сосын жаңағы реабилитацияға шығарды, одан кейін білмеймін, документтің бәрін жаңағы тексеріп, жаңағы зордан тексеріп жатыр, ешқандай құжат жоқ, соны алып тексеріп жатыр. Анау мен естімеген фирмаларға, өздерінің оперативный компанияларына 200-400 миллионнан қарыз қылып, 800 миллион фирманы қарыз қылып, реабилитацияға шығарыптыр. Шиғанбаев жаңа Рүстем деген облыстың туған інісі, Рүстем деген. Шиғанбаев Әділханды облыстың председателінің туған інісі, соны қойып қойып, білгендерін істеп, осы қазіргі таңда айлық жоқ, не жоқ. Сонда сіз толық компанияңыздан айырылып отырсыз? Айырылып отыр, кәдімгідей лақтырып отыр, кәдімгі атқетсең. Еш жерде мына сом деген жерге барып, печатты қойып алғам. Жаңағы Абиболаева кім деген Айда деген қыз, мен неше күн, неше мәртебе бардым, кездеспейді. Осы артынан кірді, мен де артынан кірдім. Бірден өте алмайсың ғой жаңағы отырған несінде. Ол отдельный отан сомның жағында. Соны неше күн, неше мәртебе барам, өмір кездеспейді, өмір жоқ. Ешқандай ұлықсат жоқ, қолым жоқ, бәрін қолды қойған, өздері қол қойған, қолдарды қарап отырмын, мына кімде тұр, юрисімде тұр.
Алдық бәрінде. Бәр қағаз бар, бәрі бар қазір. Ана 20% заңсыз менің обращением болу керек. Бұған дейін де мен жұмысты білем, потому что сатқан кезде лично өзіңге экспертный комиссияға алынып, бұларға письмо беруім керек. Осындай. Мен 20% сатам деп. Өз заңы солай. Ондай ешқандай қағаз жоқ. Жаңа мен бір жерде көрдім, бағана маған біреу көрсетті. Сейітханым сабыр тәуекелбішсің, жаңағы мен партнерімнің қолы тұр. Ол деген болмайды. Дүния менікі ғой. Қол қоймай Сатылып кетіп тұр, бәрін аударып, енді қазіргі таңда аукционмен өздері сатып алғысы келіп отыр. Мені қарыз қып. 20-33 миллиард осы 7 жылдың ішінде доходы болып тұр осы компанияның. И мені алып, айлыққа кететін 68-56 миллион айына кететін. Айына квартальный қосқанда бәр, айына есеп бойынша сонда 56 миллион тек айлығы бәр. Сотқа жүгіндіңіз бе? Сотқа жүгіндік енді, Қызылордада қарамай, осы Астанада сотқа келіп тұрық. Бәріне алдынан барғаннан кейін, бәріне осы қазір бағандан кешеден 2-3 күн емес жоқ, осы министерствосы айттым, сіздер қалай 20% оған бердіңіздер дедім, заң бойынша солай. Мені өтіріктен қарыз қып, менің айлығымды бермей, немді төлеймін өзім. Жаңағы осыған дейін управлять еткеннен бәр дүния менікі басындағы анау накопительный дейді, бәр техника бәрін істегенмен, жолға инфраструктураның бәрін істедім, бәрін мен жасағанмын. Осындай состояние келтіріп тұр. Жұрт тұрғаным ғой, еш жер қабылдамайды. Маған білген істеді, мен қаматты да жалған. Мен қазір анау сатқандағы заңсыз әрекеттерін сұрап тұрмын, ана өтірік қағаздарын. Мен қолдарым жаңа көрдім. 20%-те, 30%-те 2015 жылы жасаған қағаздар, поддельный, Сейітханов обращение жасайды. Мен хозяин, менің долымды сатып алатын адам сат деп айтады. Ол қалай, сонда бұл заң жоқ па? Негізі хозяин акционердің өзі беру керек мен мына сатам деп. Менің долымды покупатель өзі қолын қойып сатып алып жатыр. Ол қалай жағдай? Сонымен бұл әділдік бар ма, қалай екен білмеймін. Жаңа Сомдағы барсақ, осы жерде головной сом бар екен, оған барсақ, білмеймін, 21 жылғы бір бәйін, ол менің қолым емес. Протокол собранияға якобы қатыспын, мен Шиғанбаев, жаңа Рүстемді мен назначениеспін. Ондай неде жоқ. Ол деген неше түрлі жерде ол реабилитацияға шығарды, онысы дұрыс емес. Одан кейін де мен аудиторский неге келіскен жоқпын. Олардың бәрін белінен басып, заңды белінен басып, үшін дүнияны тартып алу, бұдан кейін білмедім мен қалай болатын. Шиғанбаев Рустем, ол құрылтайшы емес, ол жаңағы Игенбаев Кенелбекпен ешқашан расталмаған. Сол себептен өзін мекемеден шығарып жеріп, және мекемеге қарыз еткізіп, қазіргі таңда осы кісінің соттың шешімдері, заңсыз шығарылған соттың шешімдерімен осы кісінің пайызын алып қойғысы келіп тұр. Аукционмен 78 миллион теңге қарыз есебінде шығарылған, мекемеге қарыз деп Игенбаев Кенелбектің. Бірақ Игенбаев Кенелбек өзі жаңағы зарплатылары 2020-дан отпускнойлары өзі зарплаталарының өзі 10 миллион теңге. Заңды тілде бұл әрекет подходит именно под рейдерство. 249 статья Уголовного кодекса Республики Казахстан. Рейдерлік әрекет болуы мүмкін, себебі деген құзырлы органдар оны зерттеп, талдап, және сот заңды шешімін беру керек. Ары қарай не істейсіздер енді? Ары қарай осы құжаттарды жинап, басқа амал жоқ. Осы жаңағы президентке қанша ай бойы жазылып жүрміз, Генеральный прокуратураға жазылып жүрміз, біз ОБСЕ-ге жазылдық. Осы 10 ай бойы, бүкіл жыл бойы барлық органдардың есіктерін қағып жүрміз. Сол себептен аппарат президентіға барып, кешегі солдаттардың қайтыс болған аналары сияқты есігінің алдында отырамыз, басқа ештеңе амал жоқ.